Мысалға, бүгінгі күнде жұмыссыздық деңгейі 2025 жылы бойынша 4,6%-ті құрап отыр. Енді жылдан жыл сайын осы көрсеткіш тұрақты деңгейде сақталып келе жатыр. Бұл енді әлемдерде қолданатын мынау халықаралық еңбек ұйымының әдістемесі бойынша осы мынау ұлттық БНС ұлттық статистика бюросының жүргізетін есептеу бойынша осындай бүгінгі таңда 4,6% жұмыссыздық деңгейін құрап отыр. Ол енді менің ойымша ол тұрақты жұмыссыздық деңгейі бізде тұрақты деп есептеймін. Бұл енді ақпаратпен мен келіспеймін, себебі Атырау өңірінде көптеген жаңағыдай жобалар жүзеге асырып жатыр. Ол жерде көптеген жаңа мынау қазба байлықтарын өндіруші үлкен жобалар жұмыс жасайды. Ол жерде енді жұмыс орындары жеткілікті деп есептеймін. Енді жұмыссыздық деңгейіне келетін болсақ 4,9% Атырау облысында. Ол енді сол өңірдегі кейінгі жылдары сол тұрақты сақталып келе жатқан көрсеткіш. Енді жаңағы әрбір 4-ші адам деп айтып жатсыз ғой. Ол мысалы 22-ші жылдан 25-ші жыл аралығында Теңізшевройл компаниясында соны жаңа бір бөлігін іске қосты ғой. Сонда соны салған кезде азаматтар, жұмыс жасаған азаматтар, сол құрылыс тоқтаған кезде белгілі бір азаматтар жұмыстан босатылды. Сол кезде 22-ші жылдан бастап тиісінше жол картасы өңірмен, Атырау облысымен, жаңа министрлікпен бірге сол қолға алынып, азаматтарды әрбір босаған азаматтар бойынша жұмыс жасалды. Ол жерде міне Атырау облысының азаматтары 39% Атырау облысының азаматтары, қалған азаматтар бәрі басқа еліміздің басқа өңірлерінің барлығына. Жаңа жол картасы аясында әрбір облыс болсын, жаңа Атырау облысы болсын, әрбір азаматты жұмыспен қамту бойынша шаралар қамтылды. И мына былтыр 25-ші жылы ол азаматтарды жұмыспен барлық толықмен жұмыспен қамтылды. Бүгінгі күнде ондай мәселе жоқ облыста.